Сіздерді қалай бересіздер? Біз мынау 9 килограммдық па? Ауызын орнына шап қоямыз, болды. Жарыстан төмен түскен толтырып қоямыз. Сонымен болды. Тауық қалаған кезінде жей береді. Өйткені қыстың күні жем жейтіндейі бар. Өйткені суық болғаннан кейін ол энергия қорытады. Энергия қорытқан несі керек? Тамақ ішу керек. Сол себептен қыстың күні көбіректеу жем кетеді ағайын. Қораң жылы болса аз жейді. Күнде негізі бұлардың суточный нормасы 120 грамм, жазың күні 80 грамм. Жем бересіздер жазың күні. 80 грамм беру бір тауыққа. И көк шөбі бар, қауындарбызы бар деген сияқты. Помидоры бар, көк шөбі бар. Жазда көк шөп береміз. Жазда ашық қораға шығамыз бұны. Бұл қорада жазда Алла қаласа бізде тауықтар тұрмайды. Ашық қораға кетеді. Сол сияқты. Мұны біз толтырып қойсам, мен толтырып сақ қоясыздар жемді. Бұлайын толтырып қойсын, сөз ол жей бермейді. Өзінің керегінше жейді, болды. Апырейден енді кішкене 120 грамм жейді қыстың. Жазда 80 грамм жейді тауықтар. Оның нормасы сол бір тауықтың. 10 тауығың 1 кило 200 жейді қыстың. Почти 1,5 килограмм жейді ешкінде. 10 тауығың. 1,5 килограммың. Так, 1,5 килограммың 130 теңгеден болғанда ма, бізге где-то 140-150 теңгеден айланып тұр өзіміз жасағаннан кейін. А так 300 бір бәле теңге ғой. Бір жарым килограмм жем жейді деш. Ары кетсе, а так 120 керек. Сол сияқты оның нормативі бар ағайындар. Мына бізде рапса деген бір осы айда рапса қостық. Рапсы дейді ғой. Рапсы дегенді еститіміз, бірақ ол калорийный екен, мықты екен. Сол рапсаның несін қостық. Рапсовый жымық дейді ғой, сығылған. Рапсын сығады екен. Соны қостық бұл жолы, рыбакосныйға. Біз рапсы берген емеспіз. Мұны осыдан бастап. Міне біздің тауықтың размерлерін көріңіздер ме? Міне. Мына. Просто телефоннан кішкентай болып тұрғанша дәу мына тауықтар. Міне тауықтың размерлері. Қараңыздар. Біздің тауықтар рапсы жеп жатыр осы айда. Атақ рапсы болған емес. Рапсынан бір кусогын жеп көрдім, тәтті екен, өзімді жеп көргем. Жеп көрейінші осыны. Бидайтты анда-санда бір үштігін салып жеп көресің, бала күнде бидай жеп. Жүгері деген сияқтыларды. Туатып шайнап көресің де. Сол сияқты. Тауықтардың размерін қараңыздар. Кішкентайдап қойсын. Жұмыртқалары іріленді бұрынғы әділерге қарағанда. Бұрын бізде әділер алдында мен былтыр жылда ұстадым ғой. Мұнаның жұмыртқалары одан ірі. Қан араластырғанның да сол жұмыртқасы іріленеді ау деймін. Бірақ жұмыртқа негізі ол берген жемге байланысты. Осы да байқап жүрмін, мен жұмыртқаларым ірі болып жатыр өткен айдаларға қарағанда. Анда арасында бар, өйткені бұлар бір жыл енді болды бұларға. 5,5 айында туа бастады. 7-8 айға шейін жаңағы не туады, майдалана туады. Сонымен бір жасқа келгенде уже іріленеді ғой. Ал мына Кучинскийда ірі туады бұда.